Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін біз осы жіптен диадема или повязка бола ма, диадема бола ма, қытай қыздардың басына, 1-2 жас қыздардың басына тоқитын боламыз диадема. Бізге ол үшін резинка, осындай моншақ, мынау 10-дық моншақ болу керек. Ұмытып отырмын, жалпы 10-дық моншақ болу керек. Сізде қандай моншақ бар? Только міне осындай тесігі кең болса болды. Және осы моншақты тоқитын крючогымыз 0,90-дық. Және менің өзімнің күнделікті пайдаланатын крючогым, 3-тік крючогым. Неке енді осы резинкаге әуелі столбиктарымызды тоқып аламыз. Менің ол алдыңғы видеоларымда бар, қалай тоқып жүрген, сол жерден қарап алсаңыз болады. Осы жерге 16 столбик тоқып аламыз. Осылай резинканың бойына. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Осылай 16 столбик тоқып аласыз. Міне 16 столбик тоқып алдық резинканың бойына. 2 воздушный көтерілемін де екінші бетіне қаратамыз. Енді осы жерге тағы да накидым, накид аламыз да, накидым 16 столбигімізді тоқып аламыз. Воздушный петлямен 16 столбик тоқып аламыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Неке осылай аяғына дейін тоқып аламыз. 2 воздушный көтерілемін. Екінші жағына айналдырамыз. Енді осы жерде накидым столбик. 3 столбик тоқимыз. Мына воздушныймен 4 болады сонда. Неке үшеу, всего 4 болу керек. Енді 4 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3, 4 воздушный көтерілдім. Накид аламыз. Енді мына жерден 1, 2, 3 қалдырамыз да, мына 4-шіге. Енді накид ілмейміз. Мына жерден мына ілмекті шығарып аламыз осылай. Енді осы ілмекке, мына ілмекке моншағымызды өткіземіз. Ол үшін неке әуелі осылай крючогымызға моншақты өткізіп аласыз да. Неке мына жіпке моншағымызды өткіземіз осылай. Неке енді осыны мына бастапқы крючогымызға іліп аламыз да. Неке осылай өткіземіз. Накид аламыз да, осының түбінен осы ілмекке екінші бетіне накидым столбик тоқимыз осылай. Неке 1, 2, 3, 4 воздушный. Енді мына жерден 1, 2, 3 ілмек қалдырамыз да, екінші бетіміздің 4 столбигін накидым тоқып аламыз.
2 воздушный көтерілеміз. Екінші бетіне айналамыз. Мына жерге енді 3 столбигімізді с накидом тоқып аламыз. Бір, екі, үш воздушный көтерілеміз. Енді мына моншамызды бері қарай осылай шығарып аламыз. Енді мына арқаға осылай бір ілмек іліп аламыз. Мына жерге. Енді 3 воздушный, 1, 2, 3 воздушный. Енді мына жаққа столбикке тоқитын боламыз. С накидом тоқсаңыз да болады, без накида тоқсаңыз да болады. Енді қазір без накида тоқып көрейік. Осылай мына жердегі мына ілмекпен бірге қосып алып тоқимыз. Сыйдыра алғаныңызша, қанша столбик сыйдырасыз? 6-7 екеуін тоқыдым. 3, 4, 5, 6. Мына жердегі түбіндегі тесікке де өйстіп тоқып кетейік. Келесі жағын айналамыз. О жаққа да сыйдырғаныңша 6-7 столбик тоқи береміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сыйса 7 қылып тоқып жіберіңіз. Үш воздушный, 1, 2, 3 воздушныйымыз тоқыдық. Енді мына жерге де осылай бір ілмек тоқып кетеміз без накида. 3 воздушный, тағы 1, 2, 3 воздушный. Енді мына жерге 4 столбигіміз тоқып тастаймыз с накидом. Неке. Енді 2 воздушный көтерілеміз. Екінші бетіне айналамыз. Осы жерге 4 столбигімізді тоқып аламыз. Не 4 столбигімізді тоқып алдық. 2 воздушный көтерілеміз. 1, 2 воздушный көтерілеміз. Накидімізді аламыз да. Неке мына жерде біз
мына жерде қалдырып кеткен ілмекке тоқимыз. Накетімізді аламыз. Осы ілмекке накет, осы ілмекке осылай накетім. Бір столбигімізді тоқып аламыз. Моншаққа осылай жібімізді тартып аламыз да, моншағымызды алып өткізіп аламыз. Мына жақта жібіміз тартылып кетті, сол үшін кейін қарай осыны да тартып кеңейтіп алғанымыз дұрыс. Енді екінші бетіне осы ілмекке, осы жерге тағы да накетім столбигімізді тоқып аламыз. Енді 5 воздушный, 1, 2, 3, 4, 5 воздушный көтерілдік. Енді мына жақтағы екінші мына ілмекке тоқимыз. Накет, накетім. Бір столбикті осылай тоқып аламыз. Мына жерге моншаққа жібімізді өткіздік. Моншағымызды өткізіп аламыз енді. Жіптерімізді тартыңқырап жібереміз. Енді накет екінші бетіне дәл осы ілмекке накетім столбигімізді тоқып аламыз. 2 воздушный. Енді мына қапталына 4 столбигімізді накетім тоқып аламыз. Екі воздушный. Екінші бетіне айналамыз. Төрт столбигімізді тоқып аламыз мына жерге. Енді 3 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3 воздушныйымызды көтерілдік. Енді мына моншамызды берді шығарып алайық. Енді мына жаққа тоқимыз. 3 воздушный көтерілдік. Енді осы столбикке 6-7 без накета столбигімізді тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, пышный болып шығу үшін столбиктарыңызды көп қылып тоқи берсеңіздер болады, сыйдыралтсаңыздар. Мына жердегі қасындағы ілмекті қосып осы столбикке тоқып жібереміз. 1, 2,
үшеу, төртеу, бесеу, алтау, үш воздушный көтерілеміз. Біреу, екеу, үш воздушный көтерілдік. Енді мына жердегі 5 столбик аркамызға осы жерге бір ілмек осылай тоқып кетеміз. 3 воздушный, 1, 2, 3 воздушный. Енді мына жерге тоқимыз. Моншағымыз шығарып алдық. Мына жаққа енді мына жаққа столбикке тоқып айналамыз бұға қарай. Так, 3 воздушный көтерілдік. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, енді екінші жағына. Мына тұрған мына бір ілмекті де осылай қосып тоқып жібереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Сидір алсаңыз қосып тоқи беріңіз. Енді 3 воздушный, 1, 2, 3 воздушный. Мына кетіміз аламыз, мына жақта 4 столбигіміз тоқып тастаймыз. Екі воздушный. Неке бізде осындай әдемі дүния шығып бастайды. Болды, енді ары қарай осы дәл осылай тоқып кете бересіздер. Еш қиыны жоқ. Екі воздушный көтерілдік, екінші бетіне айналамыз. Екі жақта міндетті түрде 4 столбигіміз тоқып отырамыз. Не 4 столбигіміз тоқыдық. Енді мінеке мына жердегі бірінші қатарға қайтып келдік. Сол бірінші қатарда мына жерге келдік біз уже. Мына 4 столбикті көтерілдік. Мінеке мына 4 столбигіміз. Мына 4 столбик мінеке. Енді осы қатарды осы қатарды тоқитын боламыз. Солай диадеманы аяғына дейін тоқып аласыздар. Енді бұл жерде 4 воздушный көтерілеміз. Біреу, екеу, үшеу, 4 воздушный көтерілеміз. Мана мына жерде 4 воздушный көтеріліп бастаған болатынбыз. Сол 4 воздушный көтерілеміз. Енді мына жердегі жаңаға мінеке. Мына жердегі бір ілмек қалдырып кеткен бір ілмекке
осыған тоқитын боламыз. Накид, накидін бір столбигіміз тоқып алдық. Енді моншағымызға осылай ілмегімізді өткізіп аламыз. Моншағымызды аламыз да моншағымызды өткізіп аламыз осылай. Так, накид дәл осы ілмекке екінші жағына столбигімізді тоқып аламыз. Төрт воздушный, 1, 2, 3, 4 воздушный. Воздушный көтеріліп қояқ. Неке болды. Осылай енді келесі бетіне айналамыз да не жердегідей тоқып кете бересіздер. Моншағымызды бері қарай шығарып аламыз да осылай тоқып кете береміз ары қарай. Енді ары қарай өзіміз самостоятельно тоқып келеміз деп ойлаймын. Осыны енді аяғына дейін тоқып келеміз осылай. Неке мен аяғына дейін өзім қалаған размерінде аяғына дейін тоқып келдім. Мен көбіне 1 жас, 2 жас қыздарға арнап тоқып жүрмін. Алдында видеоларымда айтып жүргендей 41, 42, 43, 44, 45 сантиметр қылып тоқып жүрмін. Енді мына өзі кішкене бүйтіп созылыңқырайтын болғасын 40 сантиметрде қылып алдым. Енді неке біз бастағанда мына жерде бір моншақпен бастадық. Әуелі неке столбик накидім бір қатар тоқып алған болатынбыз. Одан кейін осылай бір моншақпен бастаған болатынбыз. Енді осы жағында солай аяқтағым келіп отыр. Неке бір моншағымызды осылай келдік. Енді мына жерде 2 воздушныйымды көтерілдім. Енді осы жерге бастапқы 16 столбик накидімді тоқығым келіп отыр. Осылай қаптамдағы 4 столбигімізді тоқып аламыз. Және мына арқаға мен 4 столбик накидім. Осылай тоқығым келіп отыр. 1, 2, 3, 4. Енді мына жердегі моншағымызды айналдырып тоқып алайық. 1 воздушный тартылып кетеді десеңіздер, осылай 1 воздушный или 2 воздушный көтеріліп көрейік. Енді осы жерге 6-7 без накиді столбигіміз тоқып моншағымызды айналдырып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 2-ші жағына өтем. Бұл жағына да сыйдырғаныңызша 6-7
ілмек тоқып аламыз. Енді бір ілмек көтерілгенде мына жаққа, мына жерге 4 столбик, мына арқаға 4 столбик, мына жерге 4 столбик ысына кетім тоқып аламыз. Мінекей мен осылай резинкаге қосып тоқып алдым. Мен алдыңғы видеоларымда бар, сол жерден қарап алсаңыздар болады, осылай резинкаге қалай тоқу керектігін. Енді осы кішкентай иненің көмегімен осы ауысқан жібімізді неге бізде осындай әдемі диадема шықты. Бір жас, 2 жас қыздардың басына анық болады. Тоқып алыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Бұйырса тағы да әдемі керемет диадема повязка тоқитын боламыз. Менімен бірге болыңыздар.